Кеше Жамбыл облысы Қордай ауданына қарасты бірнеше елді мекенде тұрғындар арасында жанжал болды. Полиция аумақты қоршап ол жаққа ешкімді өткізбеуге тырысты. Тұрғындардың айтуынша жанжалға ауыл қариясының соққыға жығылуы себеп болған. Масанчи және Сарытөбе ауылы Қырғызстанмен шекара маңында орналасқан. 2009 жылғы халық санағы дерегі бойынша Масанчиде 13 мыңнан астам адам, Сарытөбеде 14 мың адам тұрады. Бұл ауылдардың халқының біраз бөлігі дүнгендер. Қақтығыс салдарынан 8 Қазақстан азаматы қаза болды. Ондаған адам жарақаттанды деп хабарлады Қазақстанның ішкі істер министрі Астанада өткен брифингі кезінде. Қазақстанның дүнгендер қауымдастығы дерегіне сүйенген жергілікті ақпарат агенттіктері қаза болған 8 адамның тізімін жариялады. Олардың ішінде Сарытөбе ауылдағы қазақ тілі және информатика пәнінің мұғалімі Ясыров Мәлік те бар. 30-дан астам үй, 15 сауда нысаны қираған, 23 көлік бүлінген, 47 адам полицияға жеткізілген, 2 аңшылық мылтығы тәркіленген. Министр барлық кінәлілердің жауапқа тартылатынын айтты. Оқиға себептерін анықтау үшін үкімет комиссиясы құрылған. Полиция тәртіпсіздікті ұйымдастыру және адам өлтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғаған. Құрметті журналистер, 7 ақпанда сағат 19-да Жамбыл облысының полиция департаменті кезекші бөліміне Қордай ауданы Масанчи ауылының жанында 70-тен астам адам төбелесіп жатыр деген ақпарат келіп түсті. Заңсыз әрекеттерді тоқтату үшін оқиға орнына дереу полиция қызметкерлері жіберілді. Сол жерде болған адамдар төбелесіп видеоға түсіріп, әлеуметтік желі арқылы таратқан. Нәтижесінде басқа ауылдардан келген 300-ден астам азамат төбелеске қосылып кетті. Екі жақ бір-біріне тас лақтырып, таяқпен ұрып, қару қолданды. Нәтижесінде 8 адам қайтыс болды, 40 адамдан астам жарақат алды. Арасында қарудан зардап шеккендер де бар. Жағдайды тұрақтыру үшін оқиға орнына ішкі істер органдарының қосымша күштері жіберілді. Сонымен қатар ішкі істер министрлігінің орынбасары мен бас прокурордың бірінші орынбасары сол жерге барды. Жедел тергеу тобы құрылып, адам өлімі, бұзақылық фактілер бойынша бірнеше қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі күні жағдай тұрақты. Бүгін Қаракемер мен Масанчи ауылының қиылысында ауыл тұрғындары жиналып, жанжалдан кейін ұсталған ондаған азаматты қамаудан босатуды талап етті. Облыс әкімі Асқар Мырзахметов бірнеше рет келді. Екінші келгенде Қордайда қамауда отырғандар түгел босатылады деді. Бірақ Қаракемер тұрғындарының сөзіне қарағанда Қордайда қамауда отырған 40 адамнан өзге көрші Ауқатты ауылда тағы да 47 адам бар. Ақыры әкімдік ұсталғандарды босатып, Қаракемер тұрғындарының алдына әкелуге уәде берді. Осы талап орындалса халық тараймыз деді. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев Қордай ауданындағы тәртіпсіздікке тұрмыстық сипаттағы жанжал себеп болды деді. Құрметті журналистер, сіздерді Қордай ауданында болған қайғылы жағдай жөнінде ақпарат бергенде объективті болуға шақырамын. Азаматтардың алаңдататын, елді шулататын мәлімет бермеуді сұраймын. Байқасаңыздар, мына жанжал ең басында тек бір ауыл деңгейінде болған. Алайда WhatsApp, Telegram сияқты мессенджерлер мәселені қоздырған, жағдайды ушықтырған. Нәтижесін көріп отырсыздар, бірнеше адам қаза тапты, жарақат алды, қаншама үй жай өртенді. Сондықтан ұмытпау керек, әрбір таратқан ақпаратқа жауап береміз. Бұл да айтылған сөз сияқты қайтара алмайсыз. Сондықтан аудио-видеоны таратқанда абай болыңыздар. Сіз таратқан ақпараттан кінәсіз біреудің зардап шекпеуін ойлау қажет. Осы тұста тек журналистерге ғана емес, еліміздің әрбір азаматына ескерткім келеді. Біз адамзаттың бәрін сүй, бауырым деген абайдың еліміз ғой, ағайын. Асығыс шешім қабылдамайық, сабыр сақтайық. Бұл жанжалды бастағандар ешқайда қашып құтыла алмайды. Қазір интернет, барлық әлеуметтік желілер, мессенджерлер мониторинг жасалуда. Ол жерде видео, аудио хабарлар барлығы қаралатын болады. Қазірдің өзінде бірнеше қолданушылар анықталып отыр. Олар ұлтаралық араздықты қоздыратын хабарлар таратқан, дезинформация тудырған. Ол мәліметтер құқық қорғау органдарына беріледі. Бұл жанжалды бастағандар да, оған қоса барлық провокаторлар да жауапқа тартылады. Бүгін өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысының тапсырмасымен үкіметтік комиссия құрылды. Оны премьер-министрдің орынбасары Сапарбаев басқарды. Комиссия қазір Қордай ауданына бара жатыр. Барлық жағдайды комиссия хабарлайтын болады.
Біз қазір Қазақстан Халқы Ассамблеясы өкілдерін, жергілікті ақсақалдарды, қоғам қайраткерлерін, имамдарды тарта отырып, халықты сабырға шақырамыз. Қазір алаңдайтын елді дүрліктіретіндей негіз жоқ. Жағдай бақылауда. Құқық қорғау органдары мәселесімен айналысып жатыр. Жергілікті Бақ Қордай аудандық орталық ауруханасына көп адам түскенін хабарлады. Жарақат алғандардың бір бөлігі көрші Қырғызстанның Тоқмақ қаласындағы ауруханаға жеткізілген. Бақылау органдары өткен түнде Қазақстан жағынан Қырғызстанға қарай әдеттен тыс көп көлікпен адам шекараны кесіп өткендігін хабарлады. Халық көрші елге қашып жатыр. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша жағдайды полиция бақылауға алған. Оқиғаның себебін анықтау үшін үкімет комиссиясы құрылып, оған премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев жетекшілік етеді. Бұл ахуалды арандатушылар өз мақсатында пайдаланды. Өкінішке қарай бұл оқиға кезінде адам шығыны болды. Мен қаза болған азаматтардың отбасыларына көңіл айтамын. Зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектеспін. Қазір полиция мен ұлттық ұлан бұл жағдайды бақылауға алды. Осыған орай мен үкімет комиссиясын құруды тапсырдым. Оған премьер-министрдің орынбасары Бердібек Машбекұлы Сапарбаев төрағалық етеді. Үкімет комиссиясы болған оқиғаның себебін анықтайды. Жамбыл облысы әкімімен бірлесіп, қаза болғандарды жерлеу, зардап шеккендерге көмектесу жұмыстарын ұйымдастырады. Сондай-ақ жағдайды тұрақтандырумен айналысады. Қоғамдық тәртіпті бұзғандарды анықталып, қатаң жауапқа тартылатын болады. Бас прокуратураға, ұлттық қауіпсіздік комитетіне тиісті тапсырманы бердім. Мемлекетіміздің мүддесіне зиян келтіретін, береке бірлігімізді бұзатын және жалған ақпарат таратқан азаматтар заң алдында жауап береді. Қадірлі отандастар, бейбітшілік пен қоғамдық келісім біздің мемлекетіміздің берік негізі. Халқымыз қиын қыстау замандарда өзінің бір тұтастығын сақтап қалған. Сондықтан біз кейбір азаматтарға, соның ішінде арандатушыларға еліміздің басты құндылығын, ынтымақ бірлігімізді бұзуға жол бермейміз. Бұл еліміздегі барша азаматтарға ортақ тілек деп санаймын. Азаматтарды жалған қауесеттерге бой алдырмауға, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жұмысында құқық қорғау органдарына көмек беруге шақырамын. Мемлекеттік органдар туындаған мәселелерді шешу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды. Таңертең полиция мен ұлттық гвардия жасағы Алматыдағы дүнгендер көп қызмет ететін Бархолка базары аумағын қоршады. Полиция өкілдері оқиғаны өрт сөндіру жаттығуларымен байланыстырған. Олар шараның Қордайдағы жанжалға байланысты емес екендігін айтты. Дегенмен өрт сөндіретін көліктер көрінбейді. Есесіне полицейлер мен жүк көліктері көп. Базар жабылған.